мысал ретінде Қарахан Баба мешітін айтсақ болады. 100 баласағанның Құтты Білік және Мұхаммад Қашқаридың Дуани Лағаты түрк еңбектерінде осы дәуір туралы көптеген еңбектер жазылған, көптеген ақпараттар бізге дейін жеткен. Қарақытай мемлекеті. Қарақытай мемлекеті тура осы Қарахан мемлекетінен кейін 1128 бен 1213 жылдар аралығында Қарақытайлар қазіргі Жетісу, Талас, Шу, Іле аңғарларында және Шығыс Түркістанның батысын қамтыды. Шекарасы Шығыс Алтай мен Сырдария Шығыс Алтай мен Сырдария, солтүстігінде Балқаш, оңтүстігінде Ферғана мен Қашқарға дейінгі аумақты алды. Олардың астанасы Баласағұн, ал билеушісі Гурхан деген титулды ұстаған болатын. Қарақытайлар Қытай мен Орта Азия мәдениетін ұштастырған мемлекет болған етін. Олар салық жүйесін енгізіп, сауда жолдарын бақылап отырған болатын. 1213 жылы Наймандар мен Шыңғыс хан әскерлерінен олардың жорығынан жеңіліп, мемлекет жойылған болатын. Олардың ең бірінші билеушісі ретінде Елуйдашиді айтсақ болады. Қазақстан тарихы сабағынан біз Елуйдаши мен Қарахан мемлекетінің басшылары арасындағы күрес туралы көптеген мәліметтерді білеміз. Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Ал 8 мен 9 ғасыр аралығында бізде Қимақ Қыпшақ бірлестігі қазіргі солтүстік пен шығыс Қазақстанда, яғни Ертіс, Тобыл, Есіл өзендері мен Алтай өңірінде қалыптасқан. Шекарасы шығыста Алтай, батыста Еділ, бүгінгі орыстардың Волга деп аталатын теңізі. Солтүстікте Тобыл мен Ертіс, оңтүстікте Балқаш пен Сарыарқа далаларына дейін созылған. Қимақтардың негізгі орталығын Имақия қаласы деп атаймыз, ал билеушісі Қимақ қағаны. Кейін Қыпшақтар күшейіп, жетекші рөлге шыққан десек те болады. Олардың негізгі мәдениеті көшпелі мал шаруашылығы және де аңшылық негізгі кәсіптері десек болады. Ұлы жібек жолының солтүстік тармағын олар қадалаған және осы арқылы өзінің саудасын дамытқан болатын. Қимақтар мен Қыпшақтар кейіннен қазақ халқының этникалық құрамының негізін қалады. Бүгінгі күні көптеген осы ежелгі түркі тайпалары біздің бүгінгі руларымыздың атауларымен тектес болады. Мысалы, бүгінгі күні Қыпшақ руы жиі кездеседі. Енді осыған кеп қалып едік, Қыпшақ хандығы туралы айта кетейік. Қыпшақ хандығы 11 мен 13 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Қимақ қағанаты құлдырағаннан кейін оның орнына Қыпшақ хандығы шығысында Алтайдан, батыста Еділ мен Дунайға дейін, солтүстігінде Батыс Сібір ормандарынан, ал оңтүстікте Арал мен Сырдарияға дейін созылған болатын. Бұл ұлан ғайыр аймақ тарихта Дешті Қыпшақ деп аталып кете берді. Тіпті қазақ хандығы кезінде де осы өңірді Дешті Қыпшақ деп атайтын кейбір деректерде. Астаналар Қыпшақ хандығының астанасы Сығанақ, Сарайшық, Сығанақ, Сарай және Ертіс бойындағы бірнеше қалалар болған болатын. Олардың билеушісінің титулы жоғарыда айтылғандай Қаған,
жабғу емес. Бүгінгі біз білетін хандық жүйе ең бірінші билеуші ол хан болатын. Және де билік мұрагерлікпен беріле беретін болған. Қыпшақтар да Ұлы Жібек жолының батыс бөлігін бақылап отқан, көрші елдермен дипломатиялық және сауда байланыстарын дамытқан. Олардың тілі кейін қазақ, қырғыз және басқа да түркі тілдерімен тығыз байланысты болып, олармен араласып кетті. Хазар мемлекеті. Хазар мемлекетіміз бізде 7-ші ғасыр мен 10-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген орта-азиялық мемлекет. Хазар мемлекеті 7-ші ғасырда қазіргі Каспий теңізінің солтүстігінде Еділ мен Дон өзенінің аралығында, батыс Қазақстан мен солтүстік Кавказ жерлеріне шейін аумақты алған. Шекарасы батыста Қара теңіз, шығыста Арал маңы, ал солтүстікте Жайық пен Еділ, оңтүстігінде Кавказ таулары. Негізгі астанасы бізде Итиль. Ол Еділдің сағасы бізде Итиль деп аталады. Ал негізгі алғашқы орталық ретінде Бөленжер деген қала болатын. Оның билеушілері Қаған және оның уәзірлері бектер. Хазарлар сауда мен қолөнерге ерекше мән берген ел болатын. Ұлы Жібек жолының батыс тармағын бақылап отырған және сол арқылы өзінің қолөнер жетістіктерімен бөліскен болатын. Мемлекет негізінен басқа жоғарыда айтылғандай бір дінді емес, көп дінді болатын. Өзінің географиялық орналасуына байланысты ол жақта ислам, христиан және индуизм діндері қатар өмір сүре берген. 10-шы ғасырдың соңында мемлекет әлсіреп, қыпшақтар мен орыстардың қысымынан жойылған болатын. Негізінен жоғарыда айтылғандай, мысалы Қарахан мемлекетінде ислам дінінен басқа өзге дінді сақтануға болмайтын. Ол мемлекеттік дін және мемлекеттік дінді сақталмаған үшін түрлі жазалау, ол үшін жазаланатын. Соңғысы біздің айта кететіндеріміз ол наймандар, керейлер, меркіттер және сол өңірде өмір сүрген жергілікті тайпалар. Олар бізде 9-шы және 12-ші ғасырларда мекен еткен болатын. Бұл кезеңде қазіргі Монғолия, Шығыс Қазақстан жерінде бірнеше түркі тайпалық мемлекеттер өмір сүрген. Олардан жоғарыда айта кеткендерден бөлек тағы да татарлар, бүгінгі қоңыраттар және басқа да тайпалар болған болатын. Наймандар бізде Ертіс пен Архон өзендерінің аралығында қазіргі Шығыс Қазақстан мен Баян-Өгей аймақтарында қоныстанған болатын. Наймандардың астанасы Балықты, ал билеушісі Инаншы білде қаған болатын. Керейлер бізде қазіргі орталық Қазақстан және солтүстік Монғолия мемлекетінің аумағында Селенгі мен Архон өзендері бойында мекендеген болатын. Олардың астанасы Битөбе қаласы, ал билеушісі Маркус хан, кейін Торы хан болатын. Сосын меркіттер. Меркіттер бізде, олар да Селенгі мен Архон аралығында көшіп қонып жүрген, мал шаруашылығымен айналысқан көшпелі тайпа болатын. Бұл мемлекеттер өзара одақтар мен соғыстар жүргізіп, кейін 12-ші ғасырда Шыңғыс ханның билігіне байланысты олардың билігіне өтіп кеткен болатын.
олардың мәдениеті мен басқару дәстүрі қазақ халқының қалыптасуына зор әсер еткен болатын. Осы біздің айта кеткен бүкіл Орта Азиялық елдеріміздің бүгінгі күнмен тура қақтығысуы бар. Қақтығысу емес. Бүгінгі күні мысалы да біз осы бүгін көтерген ежелгі тайпалық одақтардың, мемлекеттердің атауларын жиі кездестіреміз. Мысалы кез келген қазақтың руы, жоғарыда айтылған мысалы керейлер, наймандар, қыпшақтар, олардың барлығы жойылып кетпей, бүгінгі біздің қазақ хандығының құрылуына алғышарттар болды деп айтасақ та болады. Соңында ата кеткен біздің меркіттер, наймандар, татарлар, осы жергілікті жерлер ең басында Шыңғыс ханның күшеюіне, оның керейлердің арасында одақтастар табуына және одан сайын күшейіп, кейін Қытайға соғыс ашып, бұларды бағындыруына көптеген әсерін тигізді. Демек, осы біздің Орта Азиялық мемлекеттердің өздерінің тарихы бүкіл кейінгі Шыңғыс хан империясының құрылуына тікелей әсер еткен болатын. Бүгінге осы.